Қымбат Арсен үшін жобадан қуылды ма? Қайырлы күн, қазақ елі. Қосылайық жобасы қатысушысы қымбат жобадан оңбай қуылды. Жобадан не үшін қуылды? Арсеннің не қатысы бар? Үміткері Азатпен тәтті таныстық басталып жатқан қымбатты Диана Скатова неге қуып шықты? Осы жайында бүгінгі видеомызда шындықты айтамыз. Диана Скатова қымбатты және Жан Саяны Сары диванға шақырды. Демалыс күндерінде қымбат берген уәдесін бұзды. Келген ақпарат бойынша Алматыдағы ең ірі сауда орталығында Арсенмен қайта жүздескен, қайта кездескен. Біз айтқан едік, енді Арсенмен жолығатын болсаңыз, бізден жақсы шешім күтпеңіз деп Диана ханым қатты ашуға булықты. Қымбат шындықты айтты. Иә, Диана ханым, біз ол жерде негізі менің достарыммен жүрдім. Сол жерде оның да таныстары да негізі, бірақ біз бірінші кездескен болатынбыз. Суббота күні туған братишкамның туған күні болды. Ол кезде мен сыйлық алуға кіргем. Өзім достарым болды жанымда. Сол кезде Арсенді көрді менің таныстарым. Сол жерде амандасып тұрып қалған болды. Диана ханым, біз негізі ақмақ емеспін. Ондай жерде қаншама адам жүрген жерде омен өйтіп келісіп кездетіндей. Бұлай арнайы кездескен жоқпыз. Өйтіп жындымеспіз ғой, ол да менде. Диана ханым қымбатқа айтты. Сіздің бір сөзіңізге сену өте қиын болып қалды. Қымбат жобадан шығарылды. Жансай қатты тоқтаусыз көзіне жас алып жылап жіберді. Осы жайтқа әлеуметтік желі қолданушылары өз пікірлерін жазды. Кереметас Instagram парақшасында жазды. Сыртта бірнеше рет қызбен сөйлескен Тима қалады екен. Жобада отырып тоже ұзақ уақыт Айдамен сөйлескен Ақтөреде қалады екен. Жұбы бола тұра сырттай Магамен сөйлесіп кездескен Айда қалады екен. Қанша айқай қылық шығарған Айза қалады екен. Ал үміткермен енді жақын танысып, ұнатып келе жатырған қымбат кетеді екен. Сөз жоқ. Қосылайық, вообще сөз жоқ сендерге. Қымбат Арсенмен ұзақ жүрген, оны бір жола ұмыту қиын, сонда да қымбат тырысып жүр. Азатпен кездесіп керемет болып келе жатыр еді. Арсен өзі қоймай жүр емес пе? Анамда соғып ұрысты деді, демек жігіт өзі қалмай жүрген. Азат екеуінен шынайылық байқалады, солар үшін ғана көретін едім. Жұп болғанын күтіп жүргем. Диана да қадалып қалды. Қосылайық, редакторларына тіпті сөз жоқ, жақтырмайды екенсіңдер, олай емес, басқаша да қоштасып шығарып салуларына болар еді. Сонша әңгіме айтып, жаман қылып көрсеткілерін келіп бара жатыр ғой. Қатысушыларды алалауды қойсаңдаршы, ұрыс қырылыспен рейтинг алып келетіндерді қандай қылық көрсетсе де алып қалып жатсыздар. Ал қымбат ондай төмен нәрсеге бармайтынын біліп, осылай құтыла салдыңдар. Браво, көрермен Аманбаеваның комментарийі. Жоба тарихында масқара әрекет жасаған қатысушыларды моншаққа тізуге болады. Соның бірі Айза. Әлі отырған Тимур, айта берсең. Әлі өмірдің ақ қарасын дұрыс ажыратып білмейтін қаршадай қызды жабылып, шоқып ақыры шығардыңдар. Қатты Давид етіп сөйлеуіне де мұрша бермедіңдер. Bir түрлі болып қалды. Халықтың көбісі арамдығы ішінде деп жазыпты адамдар ау. Қымбат тіпті жаман сөздер айтып кеп ұрыспайды да қой. Аузынан ақ ит кіріп шықпайды, ал жеңіл жүрісті деп жазып жатқандарға жас болғасын, ол заңдылық барлық нәрсеге жеңіл қарап жастырығына мас болады. Сізде бізде жас болдық. Әділ болмады. Онда Тима бірінші шығу керек еді. Үндемейді деп қымбатты басынасыңдар. Дегендеріне жеттіңдер. Ауыздарына келгенді айттыңдар. Үндемейді момын деп небір сөздер естіді. Соның орнында басқа қыз болса, сол кезде Ақботаның жағын айыратын еді. Тәрбиелі қыз. Момындығын пайдаланып ол қыздың. Шығарыш болсаңдар шығармайсыңдар ма басқаларын? Ешқайсысы лайық емес ол жерде отыруға. Бір-бірлерінің артын ашып, шындығын айтты. Сенбедіңдер. Момын деп алаңсыз басындыңдар ол қызда. Сырт көзге бізге байқалады адамның ниеті. Қате ол қызды шығарғандарың. Арсен шығар лағып қуып жүрген. Бір болайықта да ботамен жүріп тастап кеткен. Айдалада қымбатқа тиісіп. Дұрыс емес.